Canva платформасы тек дизайн жасау құралы ғана емес, сонымен қатар жобаларыңызды тиімді ұйымдастыруға көмектесетін құралдарды ұсынады. Жобалар қойындысы бұл сіздің материалдарыңызды сақтау, топтастыру және басқару үшін тамаша мүмкіндік. Алдымен жобалар беті қалай көрінетінін зерттейік. Сіз өзіңіздің жобаларыңызды көре аласыз және сізбен бөліскен жобаларды мына жерде ресурс бойынша ұйымдастырылған жобалар және келесі фильтр ол өзгертілген күні. Келесі фильтрда алфавит бойынша немесе ең соңғы өзгертілген және мына жерде тор ретінде көруге болады немесе тізім ретінде. Төмен жақта біз жобаларды соңғы дизайндардан бастап көре аламыз және қалталарға ұйымдастырылған дизайндар, суреттер, бейнелер бойынша. Папкаларыңызға дизайн, фотосуреттер, графика немесе бейнелерді қосуға болады. Мына жерде ең бірінші тұрған ол жүктеп салынғандар папкасы, оны жоюға болмайды. Жаңа қалта жасайық. Жаңасын қосу түймесін басамыз. Мына жерде қалта деген таңдап, қалтаға ат беру керек, мысалы тәрбие жұмысы, және осы қалтаны, осы папканы басқа мысалы әріптестермен бөліссеңіз болады. Осы жерден таңдап, және бөліскен адам қандай өзгерістер енгізе ала ма немесе жай көре ала ма, соны таңдап жалғастыру басамыз. Міне тәрбие жұмысы тобы, тәрбие жұмысы қалтасы сізде ашылды. Осы жерге дизайндарды қоса аласыз. Осы жерден керекті жобаны таңдап қосуға болады. Жаңағы ашқан папканы, қалтаны көре аламыз. Тәрбие жұмысы деген, оны жұлдызшамен белгілеп қойсаңыз болады. Немесе мына жерде үш нүктені бассаңыз, жаңа қойынды да ашуға болады, немесе басқа қалтаға көшіру, бөлісуге болады, немесе жоюға болады. Презентацияны ашқаннан кейін Canva редакторында жобаларды қалай табуға болатынын қарастырайық. Мына жерде жобалар батырмасы бар сол жақта. Бұл жерде сол жобаларыңыздың ішінен өзіңізге керектісін іздеуге болады. Іздеу жолағына жазып немесе жобаларыңыз бәрі көрсетіледі және сізбен бөліскен жобалардың арасынан іздесеңіз болады. Қалталарды орнатқаннан кейін жаңа дизайнды жасау кезінде қалталарға сақтаған дұрыс. Ол үшін файл тармағын таңдап, қалтаға сақтау, қалтаға көшіруді таңдаймыз және осы жерден өзімізге керекті қалтаға сақтауға болады. Немесе жаңа қалта жасап, соның ішіне көшірсеңіз болады. Егер сіз топпен жұмыс жасап жатсаңыз, папкаларды басқа қолданушылармен бөлісу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Жобалар қойындысында папканы ашып, мысалы папканы ашып, оң жақта бөлісу деген опциясын таңдаймыз. Міне сізге топ құруға болады, немесе алдында бөліскен адамдар көрінеді мына жерде, және олар осы қалтада, осы папкада не істей алатынын таңдайсыз. Сілтемені көшіріп, сілтеме арқылы бөліссеңіз болады. Жобалар қойындысы Canva-дағы жұмыс процесін ұйымдастыруға және басқаруға арналған қуатты құрал. Оны тиімді пайдалану арқылы сіз өзіңіздің материалдарыңызды жүйелі түрде сақтай аласыз.